Кеш қайырлы болсын ағайын, назарыңызда Жанбол Рахматулла. Кейбір кісілерді көрем пікірлерде, кентаулықтарды, жәке, кентауымыздың бұрыс жағын әкімдердің кем-кетістіктерін айта бермей, жақсы жақтарын да айтсайшы дейді. Жақсы жақтарына айналайын ағайындар айтарым, әкімдеріміз біздің былай әртүрлі танымал адамдардың, осы жақтан шыққан адамдардың аузын майлап қояды, қаланы мақтауға оған адамдар онсыз да жеткілікті. Мен қалай бар солай айтатын адамын, ақтақ, қараны қара деп. Сондықтан мынаны бір солар үшін видео сіздер үшін деп қойын, қаланың жақсы жағын көрсетем қазір. Қазір байқасаңыздар, қалаға көрініс әдемі, жақсы. Қазір бұдан да жақсы көрініс көрсетем Кентауда. Алматыда өз көктөбесі болса, Кентаудың өз көктөбесі. Семейдің бе Жақсылық Омар еді әкімі. Біздің қалалықтардың көбісі Land Cruiser 200-де жүреді дегенде, біздің қаланың де облысында әкімі Жандос Тасов пен Дархан Сатуалды кентаулықтарды солай ойлайтын сияқты. Сол себепті тротуар жасалмаған. Дархан Сатуалды облыс әкімінің ойынша кентаулықтардың бәрі көлікте жүреді, сондықтан оларға тротуар керек емес. Енді қазір кеш болып жатыр. Бізде арнайы камера жарығырақ етіп көрсететін. Қанша шам бар? Сыртында 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 шам сыртқы. 1 ғана жанып тұр. Мұның үстіндегі сыртқы қабығы да, қорғаушы қабаты да жоқ. Ішкі 1, 2, 3, 4, 5, 6. Алтаудың 3 жанып тұр. Жалпы 14 шамның 14-тің 4-і жанып тұр ғой. Басы құлап қалайын деп тұр, басы кетіп қапты. Көктөбе дегенде Алматыға барған кезде бәріңіз білесіздер, барғандарыңыз жайқалып тұр, керемет бұл. Бізде Көктөбе дегенде тікелей мағынада түсінген сияқты да, өйткені мына жерде газон жоқ, қазір шілде, су жоқ па дейін десеңіз, Кентауда су ең көп. Біздің су асфальттарды суғаруға арналған, мына газондарды суғаруға арналмаған. Арнайы жабдықтары бар, бірақ жоқ. Қаншама тал ма? Бір жердің өзінде. Мынаны әлі сақтап қалуға болады екен. Ниеттері болса, бұлай жасамайды, бұлай жасап тамырына қарай ауаны жіберіп қоясыздар, ол дұрыс емес. Жандастар, көріп тұрмыз ғой, бір бөліктің ішінде бір тал кеуіп қурап тұрған. Мына бөлік, асфальт брусчатканың арасында тағы бір тал. Бұл да кішкене тірлеу. Көріп тұрмыз, суғаруға арналған бар, бірақ суымыз жоқ па білмеймін. Мына қоршауда тал жоқ. Кеуіп қурап кеткен талдарымыз біздің осындай. Ал кеттік. Ішкі жарық 1, 2, 3, 4. Алдыңғыны 1 жанып тұрған. Рахмет, 4 де жаныпты. Бұл жарықтар қайда барады деп ойлайсыз? Жарықтар қайда, нені жарық етіп тұр деп ойлайсыздар? Ой, Қазақстанды бір Қытай ма, Ресейге ма өткізейін деп жатқан сияқты ғой. Біздің Дархан Сатуалды туды алып тастағанына қарағанда, жел қазір камерадан кішкене естілуі мүмкін, ол жай ғана самал деп есептеледі. Кентау үшін ол айтарлықтай былай жел емес біз үшін. Тақыр. Мінеке, Кентауға көрініс. Кентауды көбіңіз естіп жүрсіздер. Қандай екен көріп алыңыздар. Көк түтін. Қазір енді газ келіп жатыр. Жағдай өзгереді деп үміттенеміз. Газдандыру тезірек жүрсе. Ар жақта су қоймамыз сасып кеткен. О жаққа шомылуға болмайды, әкімнің айтуынша. Мінекей, бастар шабылған. Шабылайын деп тұр. Брусчаткалар қозғалып кеткен тастар. Мына жақта рең сараң істеп тұр, мына жақта істемейде тұр жарығы. Бара тұр. Енді көріп тұрмыз, айдала екен,
Қыстандыңыз, не істейсіз? Талдар да жоқ, арасына бара салатын. Әжетханаға барамыз. Әйелдер, мүмкіндігі шектеулі жандар, ерлерге айналған кабинкамыз бар екен біздің. Ішінде жарығы өшіп тұрған көріп тұрмыз, жарық қосатын сыртта мүмкіндік жоқ. Ой, бар ма біреу? Бірінші өзім... Жоқ, өмір жабық шақты бұлай. Әжетханамыз жабық. Әжетхана сыртта. Жігіттер, қыздар, келіншектер, қаламызға келетін болсаңыздар, кішкене үйреніп келіңіздер өздеріңіз жақта. Мына жерге мүлдем коляскаларыңмен жоламаңдар деп қойғаны ғой, коляска. Коляскаларыңмен кимек қойсаңдар да болады. Мынаны тартпай тұрып тоқылдатайық. Ешкім жоқ екен. Жоқ. Жабық. Сыртқы шамы да, ішкі шамы да жоқ. Рахмет, Жандос Тасов. Сәтті болды. Қатты қыстан тұрған жоқпын. Рахмет сізге. Ұсынысыңыз ғой бұлай, сыртқа шаптыра сал, қазақтарға солда болады дейсіз ғой. Мінеки, қазір біздің Көктөбеміздің халі. Дархан Сатуалды облыс әкімі кезде, Кентау әкімі Жандос Тасов кезде осындай мүшкіл құрап кеткен, кеуіп кеткен. Бәрі қарайтын адам жоқ. Бұлай қарасаң, Кентауда әкім қызметкерлер, яғни депутаттары да жоқ сияқты болып жүрдің. Қараусыз қалған қала сияқты. Наңыра сатыла тұрған. Тудың жоқ болғанына 5 күн болды. Жаңаған алып тастаған жоқ. Оның арнайы фото дәлелдеріміз бар, келіп түсіріп кетіп жүрген. Кез келген жағыш көгалдандырумен айналыспаған. Көктөбе деп, мына Көктөбенің құрметіне қойылған тікелей мағынада Көктөбеміз біздің. Рахмет сізге, Жандос Тасов. Кентау қаласының әкімі Дархан Сатуалды, облысымыздың әкімі, үлкен сіздерге рахмет. Қалалықтарға осындай керемет демалатын жай жасап бергендеріңізге, керемет жағдай жасап бергендеріңізге, жабық әжетханаларыңыз ішінде рахмет. Кең даламыз бар, соны қолдана беріңдер дейсіңдер ғой. Мына жақтан бір жапырақ шөп тауып алып қажетін жасап жүрейін десең, оны да таппайсың, сондықтан өзіңмен бірге алып кел. Кентауға келіңіздер. Бұл кішігірім жоба деп атайын. Кентаудың басқа да жерлерін, жаңа достопримечательности дейді, соны сіздерге көрсетіп, таныстырып өтетін болам алдағы уақытта тағы да Құдай нәсіп етіп жатса. Байланыста боламыз. Жанбол Рахматулла аты жөнім.